Ал бауырлар, шипажайдың қызмет сапасы туралы келесі шипажайымыз Жансая шипажайы. Жансая шипажайының мынау Google, Яндекс пікірлер картадағы жазылған көрейік. Жалпы Жансая шипажайына 4-2 деген ұпай берілген екен. Жалпы 115 Google пікірі бар екен. Googleға келетін болсақ, оның ең жаңасын қойсақ, мысалы 2 апта бұрын дейді, Алпамыс Абу деген кісі жазыпты. Жағымды қонақжай, бөлмелері 5-тен 4, қызметі 5-тен 4, локациясы 5-те 5. Қонақ үй ерекшеліктері тыныш депті. Онан кейін Сапарбай Ашуров деген кісі локациясы 5-тен 3 депті. 3 ұпай 3 жұлдыз беріпті ол кісі. Онан кейін Венера Турсунова деген кісі бөлмелері 2-де 5, яғни 5-тен 2, қызметі 5-тен 2, локациясы 5-те 5 депті бұл кісі. Онан кейін Дархан Ибра деген кісі 11 ай бұрын жазған екен. Осы 2025-тің бас жағында жазып отыр. Демалыс және емделу жоғары деңгейде болды. Баға мен сапа сәйкес келеді. Тағам дәмді және әртүрлі болды. Күн сайын емделдік. Емдеу азонотерапиядан, минералды ванналардан, шектерді суарудан, шаюдан, массаждан, тұз шахтасына және тағы басқалардан тұрды. Бөлмелер таза және жаңа. Біз кіші люкс бөлмесіне орналастық. Бөлмелер кең, тазалау күн сайын сұраныс бойынша жүргізілді. Бөлмелерде сейф, теледидар, шайнек және тағы басқалар бар. Медицина қызметкерлер білікті депті. Дархан деген мырза сөйтіп жазыпты. Бөлмелер, қызмет, локация бәріне 5-тен 5 деген баға беріпті. Қауіпсіздік бар, аудан жабық, тағам дәмді әртүрлі, көрінісі де керемет депті бұл кісі. Нұрлан Жарылқасымов деген кісі 7 пікір қалдырған адам екен. 2 ұпай беріпті, окей деген белгі қойыпты. Сосын Эльвира Қарамова деген кісі 2024 жылғының 10 қыркүйегі мен 23 қыркүйегінің арасында демалдық. Бөлмелері таза және ыңғайлы, тоңазытқышы бар, шайнегі бар, суға арналған графині бар, су ішетін стақандары бар және шай ішуге бокалдар бар дейді. Сонымен қатар телевизор және стационарлы телефон да бар дейді. Звондап сұрайды, телефон соғып сұрайды дейді. Кім процедураға келуді ұмытып кетті деп, бұл демалушылар үшін өте ыңғайлы дейді. Процедуралары олардың жақсы, қызмет көрсететін персоналдар тамаша, сыпайы және елгезек дейді. Айтқан нәрсеңді орындап тұрады дейді. Ал демалушылар шамада 70 адамдай, бұл өте маңызды дейді. Неге десеңіз, емшараға таласып, мынау не жоқ дейді. Кезек ұзын сонар, кезек жоқ дейді. Тамаша Жансая шипажайында тамаша демалдым дейді. Барлық персоналға және шипажайдың барлық персоналына көп алғысымды білдіремін депті. Енді Жансая шипажайына байланысты Яндекс карталардан көрсек, 16 пікір, бірінші жаңалары бойынша деп салыстырсам, 7 қарашада Медбике Салтанатқа көп рахмет депті. Жұмысын таза ұқыпты істейді деген екен. Онан кейін Нұрдәулет Алымханов деген кісі 24 қазанда жазыпты. Орташа нұсқа тазалықты жақсарта алады. Средний вариант дейді, орташа нұсқа тазалықты әлде де жақсартуға болады дейді. Келетін болсам тағы кеп қалуы мүмкін дейді, кеп қалам дейді яғни. Александр Прокопенко деген кісі тамаша шипажай, ілтипатты персонал және тамағы да тамаша депті. Орысшада Бестия Рыжая деген кісі жазыпты. Орналасуы ыңғайлы, асханасы тамаша, бірақ шипажай ретінде әлі жетілдіретін дүниесі көп депті. Мынау қызметкерлердің жұмысын нақтырақ ету керек. Ешкім неде тұрмау үшін дейді. Кезекте көп күтіп қалмау үшін дейді. Және тазартатын қызметкерлер, тазалық қызметкерлері кішкене еті тірі болып, белсенді қызмет етсе дейді. Сейсенғали Ақмырза деген кісі 21 тамызда қалдырыпты. Ужасный санаторий депті де, бірақ нақты ештеңе жазбапты ары қарай. Так, мына кісілер демалыс үшін рахмет депті. Және мына жерде Марзия деген кісі Жансая шипажайына 3 рет келемін. Ол кішкентай болса да, яғни бірақ ол орысшасын айтайын. Әдем болса да өте ыңғайлы дейді, тамаша дейді. Процедуралар керемет дейді. Медперсонал өте қонақжай. Дильфуза Равшановна, Гүлбахар Гүлнора Альсеитова, Сапура және барлығын атап өткім келеді дейді.
Ал ресепшіндегі Жансұлтан өте кәсіпқой жігіт дейді. Мұқаддас пен Насиба, диетсестра Нағима Сабировна дейді. Директор Марат, барлығы бәрекелді, керемет дейді. Келіңіздер, өкінбейсіздер депті. 2 тамыз 2025 жыл бұл кісі жазған екен. Онан кейін Лаура Апсаликова деген кісі 5 деген баға қойып, өте ұнады Жансая шипажайы, персонал өте мынау сыпайы, тамағы өте жақсы, барлығы да ыңғайлы, бір жерде. Құдай қаласа тағы да келемін дейді. Жалпы алғанда мына бір соңғы оқи кетейік. Болат Сыбанбеков деген кісінікі кеңес беремін дейді. Тамағы диеталық супер дейді. Азып көңілім толып қайттым дейді. Достар, мінекей Жансая Сарыағаш шипажайына пікірлердің бір парасы осы.